Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін француз круассандарын дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы су, жылы сүт, шекері мен тұз, ашытқы қажет. Жақсылап араластырып, бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан соң тағы да араластырып, оның үстінен жұмыртқа мен сұйық майды құйып араластырамыз. Електен өткізген ұнымызды қосып, қамыр елеп, оны көтерілуге 30-40 минутқа қалдырамыз. Көтерілген нанымызды видеода көрсетілгендей бөлшектерге бөліп шығамыз. Әр бөлшектерді домалақтап, оны жайып шығамыз. Әр жайылған шелпегімізге сары май жағып, оның үстінен тағы да шелпек қойып, оның үстінен тағы сары май жағып, қамырымыз таусылғанша осылай жасаймыз. Барлық қамырды біріктірген соң видеода көрсетілгендей жайып, бөлшектерге бөліп шығамыз. Әрбір бөлшекке варенка салып, оны орап шығамыз. Жұмыртқаның сарылуын жағып, қызып тұрған пеште 30-40 минут пісіріп аламыз. Круассандар дайын, ас болсын.